Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бірінші сынып ана тілі пәнінің 5-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы дыбыстар мен әріптер. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Суретке қара, мәтінді түсініп оқы. Балалар, қанекей суретке қарақшы. Суреттен нені байқап тұрмыз? Бұл суреттен бірден қыс мезгілі екенін байқай аламыз, себебі айналаның барлығы да аппақ қарға оранған екен. Сонымен қатар бұл жерде балалардың қуанып, шаттанып, төбешіктен шанамен сырғанап, ойын ойнап жүргенін байқай алады екенбіз. Ендеше мәтінді түсініп оқиық. Кәрім сырғанаққа келді. Қарап тұрса, өзінен кіші ешкім жоқ сияқты. Ол төбешік басына көтеріле бастады. Жол тайғақ екен. Мұны байқаған бір бала оны жоғары жетеледі. Төбеге алып шықты. Енді шанаңа отыр да зымырай бер деді. Кәрім жүрексініп біраз тұрып қалды. Сәлден соң шанасымен төмен қарай заулай түсті дейді. Мәтіннің авторы Ермек Өтетілеуұлы екен. Балалар, ендеше сұрақтарға назар аударайық. Кәрімнің сырғанаққа келгені туралы бөлікті тауып оқы дейді. Балалар, мінекей, осы жерде Кәрімнің сырғанаққа келгені туралы жазылған екен балалар. Екінші сұрақ, балалардың қысқы ойыны туралы әңгімеле дейді. Балалар, сендер қыс мезгілінде қандай ойын ойнайсыңдар? Мысалы, шана тебу, шаңғы тебу, сонымен қатар коньки тебу. Одан басқа, қар жауған кезде қардан аққала жасау өте көңілді ойындардың бірі екен балалар. Олай болса, балалар, келесі жаттығуға назар аударайық. Екінші жаттығуда бізге мынандай тапсырма беріп тұр екен. Орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз дейді. Балалар, бұл жерде екі сөйлем бар екен. Сөйлемдегі сөздердің орындарын ауыстырып берген екен бізге. Ендеше сөздердің орындарын дұрыс қойып, белгілі бір мағына беретін сөйлем құрастырып шығуымыз керек екен. Балалар, олай болса, сөйлемді оқимыз. Балалар тепті сырғанақ дейді. Балалар, бұл сөздің мағынасы дұрыс жеткізіліп тұрған жоқ. Дұрыс жеткізілу үшін біз бұл сөздерді орындарына дұрыс қоюымыз керек екен. Мінекей балалар, сөздердің орындарын осылай ауыстырсақ, дұрыс мағына береді екен. Балалар сырғанақ тепті. Келесі сөйлем киінді, олар жылы. Бұл сөйлемде де мағына дұрыс жеткізіліп тұрған жоқ. Мағынасын дұрыс түсіне алмаймыз. Олай болса, сөздердің орындарын ауыстырып, мағыналы бір сөйлем құрастырайық. Міне, олар жылы киінді. Міне, келесі жаттығу үшінші жаттығу дейді. Әріптерден қыс айларының аттарын құра, оларды ретімен ата дейді балалар. Балалар, ең бірінші біз қыс айларының аттарын есімізге түсіріп алайық. Балалар, әр жыл мезгілінде 3 ай бар екен. Демек, қыс мезгілінде де 3 ай бар екен балалар. Қыс мезгілінің ең бірінші айы желтоқсан деп аталады. Одан кейін қаңтар айы келеді, ал үшінші ақпан айы келеді екен балалар. Балалар, міне қараңдаршы, бұл жерде сөздегі дыбыстар өзгерген, яғни қапан. Қапан деген сөзден біз ақпан деген қыс мезгілінің айының атауын шығаруымыз керек. Яғни біз сөздегі дыбыстардың орындарын дұрыс қойып, ақпан деген сөзді міне осылайша шығаруымыз керек екен. Келесі сөзде тоқ, жел, сан дейді. Балалар, біз бұл сөзден қыс мезгілінің ең алғашқы, ең бірінші айы желтоқсан деген сөзді шығаруымыз керек екен. Бұл жерде де дыбыстардың орындары ауысып кеткен. Біз оны өз орнына қойып, мінекей осылай желтоқсан деп қыс мезгілінің айының атауын шығардық. Келесі сөз ратңақ дейді балалар. Бұл сөзден біз қаңтар деген қыс мезгілінің екінші айының атауын шығардық балалар. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз өз соңына жетті. Келесі кездескенше
Сау болыңдар балалар. Келесі сабақты жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, лайк басып қоямыз видеоға.